пандемия кезінде не істеу керек? Ең бірінші маска тағып жүріңіздер. Көшеде, дүкендерде, сауда үйлерінде барлығында маска тағып жүріңіздер. Масканы 2-3 сағат сайын ауыстырып отыру қажет. Екінші, қолдарыңызды сабындап, жақсылап жуу керек. 20 секундтай жуу керек. Ағып тұрған судың астына, яғни проточная вода дейміз ғой. Қолдың арасын, барлық саусақтардың арасын дұрыстап жуу керек. Үшінші, дәрумендерді, витаминдерді пайдаланған дұрыс. С, Д, Е, А витаминдерін ішкен дұрыс. Әсіресе Д витамині өте қажет. Әсіресе қазір қыс келе жатыр. Күннен біз Д витаминін алуымыз азаяды. Сондықтан Д витаминін ішу керек. Балықтың майын, D3 дейді ғой, D3-ді ішу қажет. Сонымен қатар ең маңыздысы тыныс алу жаттығуларын жасау қажет. Мысалы, мен сіздерге қазір біреуін көрсетейін. Бұл Стрельникованың тыныс алу жаттығуы, яғни басыңызды оңға, солға қозғалтасыз. Ең бастысы мұрныңызбен дем алу керек, демді алу керек және демді шығару керек. Көрдіңіздер ме? Осы кезде өкпеге ауа жақсы жетеді, жалпы оттегі жақсы, денемізге жақсы жетеді, тарайды. Бұл өте маңызды жаттығу. Және екінші бір жаттығуды көрсете кетейін. Тағы да мұрнымен демаласыз, дем шығарасыз. Басыңызды оңға солға қарай иыққа жақындатып қозғайсыз. Осылай 8 рет жасайсыз. 8 реттен 2 рет немесе 4 рет жасауға болады. Яғни 16 немесе 32 рет. Деніңіз сау болсын, өз денсаулығыңыз өз қолыңызда. Қазақ тілін үйрене жүріңіз, денсаулығыңызға қараңыз, өз өміріңіз өз қолыңызда деп айтып жатыр. Сау болыңыздар.